Мына үлкен көлік, құрметті көрермендер, мына үлкен міне жүк көлігі. Осының міне Рено ма маркасы, Рено или Volvo ма. Міне осында батып жатқанына бір сағаттан асып кетті. Енді мына жерде мына алдымызда 2 қабатты үй, мына жақта жаңадан салынған 5 қабатты үй. Енді осының ішінде жұмысшылар бар, работшылар. Менің таң қалғаным міне мына көлік батып жатыр, ана қапталына ана Nexia-ны тығып қойыпты. Менің таң қалғаным осыны неге не қылмайды, не. Мен бір таң қалғаным ешбір не шығып көмек бермейді да, ешқайсы шығып көмек бермейді. Мен сол таң қалдым. Не болды? Міне былай алдыға айдады, артқа айдады мына үлкен жүк көлік. Бірақ шыға алмай жатыр міне. Енді былай нетейін десе, қаптал жеңіл машинаға тиіпті. Или жеңіл машина тұр қоңырсып етті. Оны былай алып тасталмайды. Сонша қораладым мына домның ішінде, аны жүртті. Қараңғы көрінбейді, ана жерде жүртті. Енді осыны келіп көмек беріп бір қарамайды, мен соған таң қалдым. Бұл адамдар қалай болып кеткен, не болып кеткен. Өзі бәрін сөндірді міне. Мынадай болды деймін, бұл жүргізушінің өзі де міне. Батып шыға алмай қойды, алдыға айдады, артқа айдады. Соңында не қылды, машинасын сөндірді ме? Сөндірді. Осындай жағдай құрсын, сонша қоралы адам отыр. Бұл машина енді мына үйдің, мына 5 қабатты үйдің мына құрылыс строительный материалдарын, заттарын әкелген болса керек та, енді соны мына түсіре жақ, бірақ осы жерде батып шыға алмай тұр. Ал айналасында бір қора адам болса да, ешқайсысы сонымен не жоқ, еш көңіл бөлмей ме, не десем болады, бір еш жанашырлық жоқ та, сол қарап көмектесіп шығарып жіберуге болады ғой осы машинаның астын. Қарда көп емес бұл жерде, шамалы қарды келіп құр бос жүрді анда жас жігіттерді. Сол келіп не қылса, бұнда қараңғы көрінбей жатыр, камераға түспей жатыр енді. Сол келіп қаратса, астын тазалап жіберсе, тезірек шығып кетеді. 2 сағаттай болып қалды, әлі шыға алмай тұр міне мына көлік. Осындай жағдай. Жеңіл машинелер келіп жатыр, өтіп осы домның тұратын несі ау деймін бұл. Осындай жағдайлар бізде. Адамдардың бір қысық болып кеткеніне таң қалады адам.